Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Талдықорғандағы Қаратал өзенінің жағалауындағы орман арасында жүрмін. Жұмыстан шаршаған кезде, одан кейін ойланған кезде осы орман арасына келіп серуендеп жүретін әдетім бар. Кәдімгідей миым тынығып қалады негізі. Жақында біз нағашы апам екеуміз, енді анам деп айтайын, мама екеуміз Астанаға жол жүрген болатынбыз. Астанада Астана бір вокзалынан түстік. Және де бізді бір аға күтіп алу керек болатын. Сонымен вагонда тұрған кезде вагоннан түспей тұрып, жан-жама мұқият қарадым, бізді кім күтіп тұр екен деп. Халық көп түсіп жатыр вагондардан. Ал халық арасында бір кісі маған мұқият қарап тұр екен. Мүмкін бізді күтіп тұрған аға осы шығар деген ой келді. Енді танымағаннан кейін нақты сенімді болмайсың ғой. Содан сөмкелерімді алып, жаңағы ағаның қасынан өтіп, вокзалдың артқы жағындағы орындыққа өзімнің сөмкелерімді қойдым. Сосын артқа бұрылып қарап едім, жаңағы аға маған әлі қарап тұр екен. Бір кезде қолына телефонын алып, ол кісі біреуге хабарласты. Ал қоңырау маған келіп түсті. Сонда ғана білдім мен. Ол аға мені күтіп тұрған. Сонымен аға қасымызға келді, біз амандастық, сөмкемізді алып вокзалдың алдыңғы жағында тұрған өзінің көлігіне апарды. Сөмкелерді көлікке қойғаннан кейін мама екеуміз көлікке отырдық. Содан қаланың шетіне бір шағын ауданға жол жүріп кеттік. Және де жолда мен өзімнің әкем туралы ақпараттарды айта бастадым. Бір кезде атаның қарындасы көзіне жас алды. Негізі атаның қарындасының есімі Гүлзада. Гүлзада да көзіне жас алып, ол кісі де өзінің білетін оқиғаларын айтты. Және де қаланың шетіндегі шағын ауданға бардық. Ол жерде атаның туған інісі тұрады екен. Негізі атаның туған інісінің аты Берік. Біз Берік ағаның үйіне бардық. Және де Берік ағаның үйінің есік алдында бізді күшті қарсы алып алды. Ерекше қуанышпен. Және де сол жерде мен өзімнің туған атамды көрдім. Туған атам аман есен екен. Ол кісінің жүзіндегі қуанышты көріп, мен қатты қуандым негізі. Ата да мен де қуанышты болдық. Негізі сіздерге қазір бір сурет көрсеткім келіп отыр. Қазір көрсетейін. Қараңыздар. Бұл менің атам Сәкен ата мен апам Клара апаның осыдан 50 жыл бұрынғы түскен үйлену тойында түскен суреттері ғой. Суретте тұрған Клара апа, ал бетінен сүйіп тұрған Қапиза апаның туған сіңлісі Бағила апа. Ал жаңа бізді күтіп алған деген тәте осы қыз. Енді ол кезде жас қыз болды ғой. Бұл кісінің есімі Гүлзада. Бізді Гүлзада тәте күтіп алды. Қазір сіздерге екінші суретті көрсетейін. Және де бұл суретте Сәкен атаны көруге болады, байқауға болады. Анық түскен, қараңыздар. Осыдан 50 жыл бұрынғы сурет қой. Сонда 50 жылдан кейін мен өзімнің туған атамды іздеп тауып отырмын ғой. Айла деген кино бар ғой, соғыс туралы. Сол кезде Түркияның жігіті 60 жылдан кейін Кореяға барып өзінің қызын іздеп табады ғой. Сол оқиғадан аспаса кем түспейді негізі. Менің басымдағы оқиға. Және де менің осы басымдағы оқиға туралы фильмде түсіруге болады. Тамаша фильм шығады негізі. Тура бармысың бауырым сияқты болды ғой. Осылайша мен өзімнің туған атамды іздеп тапқан болатынмын. Мен де атам да қуанышты болдық. Және де сіздерге тағы айтайын дегенім, енді Берік ағаның үйінде дастархан басында көзіме жас келді негізі. Өзінен өз жас келді. Оны сөзбен айтып түсіндіре алмаймын. Одан кейін мама екеуміз Берік ағаның үйіне қонып, бір күн ертеңіне Бурабайға жол жүріп кеттік.
Негізі мама бұрыннан армандайтын Бурабайды көргім келеді деп, маманың осы бір арманын орындағым келді. Содан Бурабайға барып, Бурабайдың табиғатында серуендеп, қайықпен қыдырып, бір күн Бурабайға қонып, ертеңіне қайтадан Астанаға келдік. Бізді Астанада Сәкен ата өзінің үйіне шақырған болатын, қонаққа. Негізі біз Берік ағаның үйінде отырған кезде атам шақырған үйіне қонаққа. Сонымен атамның үйіне қонаққа бардық. Атамның туған қызын көрдім. Ол кісі менің әпкем негізі. Ал атаның артында ізін жалғастырушы ол мен екенмін. Және де менің інім бар, Жаслан деген. Негізі Жаслан екенбіз біз. Негізі атаның ұрпағын жалғастырушы Жаслан екенбіз ғой. Осылайша өмірімдегі ерекше бір сәт орын алды. Және де атамның үйінде дастархан басында көзінен жас деген парлап тұрып ақты. Енді ол сәтті айтамайым, сөзбен түсіндіре алмаймын. Көзінен жас тоқтамай ақты ғой. Өзіме сұрақ қойып қоямын, ұлан саған не болған деп. Жас деген тоқтамады. Зорға дегенде бір кезде көзімдегі жас тоқтады. Жүрегімдегі қатып тұрған нәрсе бір сәтте жұмсады ғой. Өзім түсінбей қалдым. Кәдімгідей жеңілдеп рахаттанып қалдым. Сонымен барлығы қуанышты болды. Сосын қайтарда далаға шығып, жарайды ата кездескенше деп енді айтып жатырмыз ғой бір-бірімізге. Сол кезде Берік аға даладағы орындықты көрсетіп жатыр. Двордағы орындық қой. Атаң осы жерде осы орындықтарда ойланып отырады деп. Бір өзі ойланып отырады деп айтып жатыр ғой енді. Сол сәтте білмеймін, жүрегім ауырып кетті негізі. Неге атам бір өзі отырады деген сияқты бір ой келді. Сонымен сол күні маманың әпкесінің үйіне бардық. Қуаныш аға, Зәуреш тәте, Жәнібек аға, сіздерге көп рахмет. Бізді өте жақсы күтіп алды. Үйіне барып, ол кісінің үйіне барып қонақ болдық. Негізі ол кісі мені былтырда шақырған, Астанада жүрген кезде, енді ол кезде қолым босамай бара алмадым, бірақ осы жолы міндетті түрде баруым керек болды. Барлықтарыңызға көп рахмет. Шаңырақтарыңыз биік болсын. Үйлеріңізде тек қана қуаныш болсын. Қуаныш аға, Зәуреш тәте, сіздерге көп рахмет. Және де ертеңіне бізді Қуаныш аға, Зәуреш тәте, Жәнібек аға бізді вокзалға шығарып салды. Сонымен біз Алматыға келдік, одан кейін Талдықорғанға келдік. Осылайша менің Астанаға атамды іздеп шыққан сапарым аяқталды. Және де өз нәтижесін берді десем де болады. Мен атамды іздеп таптым. Атам негізі 45 жыл стажы бар врач-кардиолог екен. Ағайындарда врачтар, бизнесмендері бар арасында. Енді сіздерге таныстыру үшін айтып отырғаным ғой. Өзіміздің Алматыдағы Санжар Аспенжаров бар ғой, университет кезінде сол жерде білім алған екен. Ал Клара апамен сол Алматыда танысқан ғой енді. Осылайша мен өзімнің туған атамды 50 жылдан кейін іздеп таптым. Және де атамды ең алғаш көрген кезде Астана қаласында. Сол сәттегі видеоны сіздерге көрсеткім келіп отыр. Осы видеоға назар аударсаңыздар. Және де атаның өте жақсы адам екенін түсіндім. Сократтың сөзі бар ғой. Сен сөйле, мен сені танайын дейді ғой енді. Сол сияқты ата да, бауырлары да, ол кісілердің балалары да өте жақсы кісілер. Енді сіздерге видеоны көрсеткім келіп отыр. Осыған назар аударсаңыздар.
Tabak vermedim balanga. Doğru